Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай оп-оңай дайындалатын тәп-тәтті меренговый рулет дайындайтын боламыз. Жасалуы оңай, көп ингредиент қажет етпейді. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, дастарханның көркін ашады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның ағын осылай ыдысқа құйып алып, жақсылап миксерлейміз. Жақсылап осылай көтеріліп көбіктенген кезде үстіне сахарный пудра саламыз. Үлкен қасықпен салып отырып, біртін араластырамыз. Оның үстіне лимон қышқылын құямыз. Лимонның соғын құямыз. Тағы да миксерлейміз және 2 ас қасық кукуруз крахмалын салып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Сахарный пудраның орнына шекер салсаңыздар да болады. Осы дайын көбікті табамызға пергамент төсеп, пергаменттің үстіне құямыз. Барлығын жан-жағына жеткізіп, бір келкі етіп жайып шығамыз. Және 150 градуста пешті қыздырып, массаны пешке салған кезде 180 градусқа пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Енді ортасына жағатын крем дайындаймыз. Кремді жақсылап араластырып, миксермен дайындап аламыз. Және пергаментін алып тастап, кремді жағып ортасына және алдын ала турап қойған банан мен құлпынайды да ортасына осылай сеуіп шығамыз. Сеуіп болған соң осылай рулет қылып ораймыз. Және қалған кремді үстіне әсемдік үшін крем сығатын пакетикке кремімізді салып, осылай әсемдейміз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қалай әсемдесеңіздер де өз еркілеріңізде. Және осының үстіне құлпынайды 4 бөлікке бөліп, осылай қойып шықтым. Өте әдемі және дәмді меренговый рулет дайын болды. Қонақ шақырғанда да, балаларға да, өздеріңізге де осылай дайындасаңыздар өте керемет, оп-оңай дайындалу жолы. Ауызда салса еріп тұратын рулет. Тоңазытқышқа жарты сағатқа қойсаңыздар, кремі қатып, турағанға оңай болады. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Рулетті кескен түрін көрсетіп жатырмын сіздерге. Өте жұмсақ, өте дәмді рулет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.